Егер сол кездегі біздің ата-бабаларымыз тірі болғанда, мен ойлаймын, және статистикада солай айтады, 50-60 миллионға жетер едік. Менің аты-жөнім Шатемір қызы Ақмарал, Алматы қаласы нөмір 103 мектеп лицейде мұғалім болып жұмыс істеймін. Бүгін мен саяси қуғын-сүргін көрген және ашаршылық кезінде қолдан жасалған, қолдан ұйымдастырылған ашаршылық кезінде құрбан болған ата-бабаларымызды еске түсіріп, ескерткіштің алдында тағзым етуге келдім. Өздеріңіз білесіздер, қазақ жерінде саяси қуғын-сүргін 1920 жылдан бастады. Өйткені 1925 жылы Қазақстан жеріне өлкелік партия комитетінің бірінші секретары болып Голощекин тағайындалғаннан кейін қазақ халқының әлеуметтік жағдайын көріп, бас-басына мал болған ол үлкен байлық деп санап, кіші Қазан революциясын ұйымдастырды. Соның аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деген еп-күшті саясатының арқасында 4 миллионнан астам қазақ қайтыс болды. Сол кездегі 1917-1927 жылдың аралығындағы Ресей халық санау статистикасына сүйенсек, қазақтардың саны қазіргі Түркия мемлекетінің түрк азаматтарының санына жуық, ал өзбектердің 2 есе көп болған екен. Қазір өздеріңіз қарап көріңіздер. Түркияда түріктер саны 90 миллионнан асса, Өзбекстанда өзбектер саны 30 миллионнан асады. Ал біздің қазақтың саны бар жоғы 14-15 миллионға ғана жуық. Көз алдарыңызға елестетіңіздерші. Егер сол кездегі біздің ата-бабаларымыз тірі болғанда, мен ойлаймын, және статистикада солай айтады, 50-60 миллионға жетер едік. Ал Кеңес империясының сондай қитұрқы саясатының немесе қолдан жасаған геноцидіне осы уақытқа дейін Ресей үкіметінің бірде-бір өкілі құн төлемек түгілі, репарация төлемек түгілі кешірім де сұраған емес. Мен ойлаймын, әрбір қазақтың бүгін осында келіп, бейбіт түрде ата-бабамыздың әруақтарына Құран оқытып, солардың басына тағзым ету әрбір қазақтың міндеті. Рахмет.